Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 6-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы миллионға дейін мыңдықтармен санау. Бірінші тапсырма балалар. А нұсқасы. Әр қораптан бір-бірден жүздікті, ондықты және бірлікті таңдап алып, 3 таңбалы 6 сан құрастыр дейді. Бұл жерде бізде жәшікте қызыл алма, жасыл алма және сары алмалар, жүздіктер, ондықтар, бірліктер көрсетілген екен. Енді балалар, мен бұл жерде ойша әр қораптан бір жүздіктен, бір ондықтан және бір бірліктен сандарды таңдап алдым. Таңдап алған сандардан 3 таңбалы 6 сан құрастырып жаздым. Олар 673, 715, 881, 161, 218, 479. Енді балалар, ә нұсқасын қарайық. Жазылған сандарда барлығы қанша жүздік, ондық, бірлік барын ата дейді. 673 санында 6 жүздік, 7 ондық, 3 бірлік бар. Келесі 715 санында 7 жүздік, 1 ондық, 5 бірлік. 881 санында 8 жүздік, 8 ондық, 1 бірлік. 161 санында 1 жүздік, 6 ондық, 1 бірлік. 218 санында 2 жүздік, 1 ондық, 8 бірлік бар. Және соңғысы 479 санында 4 жүздік, 7 ондық, 9 бірлік бар. Келесі екінші тапсырма балалар. Кестеде жазылған сандарды оқы. Ондағы әр санның разрядты қосылғыштарын ата дейді. Бұл жерде балалар бізде кестеде жүздіктер, ондықтар және бірліктер қатары бар екен. Енді балалар берілген сандарды оқиық. 506 саны. Бұл жерде 5 жүздік, 0 ондық және 6 бірлік бар екен. Демек 506 санын біз 500 қосу 6 деп жазып аламыз. Келесі 41 саны. Бұнда жүздіктер жоқ, ондықтар 4 және 1 бірлігі бар екен. Демек 41 санын біз 40 қосу 1 деп жазып аламыз. Келесі сан 720 саны. 7 жүздік, 2 ондық және 0 бірлік. Демек, бұны біз 720 саны 700 қосу 20 деп жазып аламыз. Және соңғы сан 999. 9 жүздік, 9 ондық, 9 бірлік бар екен бұл жерде. Демек 999-ды біз разрядты қосылғышқа атағанда 900 қосу 90 қосу 9 деп жазып аламыз. Келесі 3 тапсырма балалар. Мәтінді оқы. Онда қандай сандар бар? Қандай сандармен таныссың, ал қайсысы саған таныс емес? Қазақстанның өсімдіктер әлемінде ағаштың 68 түрі, бұталы өсімдіктердің 266 түрі, көп жылдық өсімдіктің 2000-нан астам түрі және 1 жылдық өсімдіктің 849 түрі бар деп есептеледі. Бұл жерде балалар бізде 68, 266, 2000 және 849 деген сандар бар. Және бұлардың бәрі бізге таныс. Мына ережені балалар жаттап алыңдар. Өте көп заттарды мыңдықтармен санайды. Мыңдық жаңа санау бірлігі. Мыңдықтармен де бірліктер сияқты санайды. Мыңдықтар, 10 мыңдықтар және 100 мыңдықтар екінші класты немесе мыңдықтар класын құрайды. 10 бірлік мың деп біз 1 мыңдық, 1 ондық мыңды, яғни 10 мыңды айтады екенбіз. 10 ондық мың 1 жүздік мыңға, яғни 100 мыңға тең екен. Жүздікте балалар 2 0 болады, ал мыңда 3 0. Демек 100 мың деп жазылады. 10 жүздік мың деп 1 мыңдық мыңды айтамыз. Мыңдықта балалар 3 0 болады, мыңда да 3 0 болады. Демек 3 0, 3 0, 6 0 болады. Яғни ол 1 миллион деген сөз. 1 миллионда балалар 6 0 болады. Келесі 4-ші тапсырма балалар. Сандарды оқып, оларды моделін тап дейді. Бұл жерде балалар 124 мың, 42 мың, 342 мың және 24 мың саны берілген екен. Енді балалар мұқият қарасыңдар, барлық сандарда артында 3 0 тұр. Демек бірліктер класының бәрінде бізде 0 тұр екен. Бұл жерде біз бірліктер класына қарамаймыз.
тек қана мыңдықтар классына ғана қарайды екенбіз. Бұл жерде балалар, мен сендерге 124 мыңды бірінші суретпен сәйкестендіріп қойдым күлгін түсті сызықшамен. Келесі 42 мың санын екінші модельме сәйкестендірдім көк түсті сызықшамен. Үшінші 342 мың санын үшінші модельмен сәйкестендірдім қара сызықшамен. Және 424 мыңды балалар өздерің тауып көріңдер. Мына ережені балалар жаттап алыңдар. Көп таңбалы сандарды солдан оңға қарай класстар атауымен оқиды. Бірліктер классымен барлық цифры 0 болған класстың атауы айтылмайды. Мысалы 4000, 25000. Келесі 5-ші тапсырма балалар. Бір таңбалы санның оң жағына 0-ді жаз. 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Қандай сандар пайда болды? Бір таңбалы санға балалар, мен 7 санын алдым. Енді осы 7 санның оң жағына 2-0 жаздым. Сонда ол 700 шықты. 7 санның оң жағына 3-0 жазғанда ол 7000 болды. Және сәйкесінше 7 санына оң жағына 4-0 жазғанда ол 70.000 болды. Және 7 санына 5-0 жазған кезде оң жағына 700.000 болды. Сәйкесінше балалар, енді мен 6-0 жазатын болсам, ол 7 миллион болатын еді балалар. Келесі 6-шы тапсырма балалар. Бұл жерде кестеде бізде класстар берген екен. Бірінші класс, екінші класс, үшінші класс. Яғни миллиондар, мыңдықтар және бірліктер классы. Енді сандарды оқиық. 6000, 56000, 456 000, 1 миллион. Миллион бұл мыңдық. Ол бір саны және 6-0 жазылады. Миллион миллиондар классының бірлігі. Миллион жаңа санау бірлігі. Енді балалар, көп таңбалы сандарды жоғарғы разрядтан бастап салыстырайық. 15000 бұл жерде бізде 5 таңбалы сан. Және 9000. 15000 артық балалар 9000-нан. Келесі 33000. 33000 бұл 5 таңбалы сан. Және 101000. 101000 6 таңбалы сан. Демек 101000 артық 33000-нан. Келесі 650000 артық 65000-нан. Өйткені 650000 6 таңбалы сан. Ал 65000 5 таңбалы сан. Келесі 7-ші тапсырма балалар. Үлгі бойынша сандар моделін дайында дейді. Бұл жерде балалар екі нұсқа берілген екен, А және Ә нұсқалары. 35000, 205000 және 5000, 235000. Енді балалар, сандар моделін жасау үшін біз жүздікте ештеңе жоқ, ондықта 3 белгілейміз және бірлікке 5 белгілейміз. Сонда бізде 35000 шығып тұр. Келесі 205000-ді қарайтын болсақ, 2 жүздік, бізде ондық жоқ, 0 болып тұр, және 5 бірлік қып жазамыз. Келесі Ә нұсқаларының 5000 және 235000-ді тура осылай шығарасыңдар балалар. Келесі 8-ші тапсырма балалар. Арифметикалық амалдардың тиістісін қой. Қосу және азайту. Бұл есепте балалар 380-нен азайтамыз 120. Шыққан мәннен 160 азайтқанда мәні 100-ге тең болады. Келесі 380 қосамыз 120-ны. Шыққан мәннен 160 азайтқанда 340 болады. Келесі 380-нен 120-ны азайтамыз. Шыққан мәннен 160 қосқанда 420 болады. Және соңғысы 380-ге 380-ді қосамыз. Осы шыққан мәнге 160 қосқанда 660 шығады балалар. Балалар, соңғы 9-шы тапсырма. Есепті шығар. Қазақстанның қызыл кітабында өсімдіктің 370 түрі тіркелген. Ал саңырауқұлақтың бұдан 360 түрі кем. Сонда қызыл кітапқа барлығы қанша өсімдік пен саңырауқұлақтың түрлері тіркелген? Қызыл кітапқа тағы не енген анықта. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Сабағына лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.